Бұл оқиға Батыс Вирджинияның шалғай ормандарында таулы жолда басталады. Рич пен Хейли есімді жұп тауға өрмелеп бара жатыр. Рич шыңға жетіп алдында лас ағынды көреді. Өзін мақтап, Хейлиге тезірек көтерілуге шақырады. Хейли өрлеп келе жатып, аяғы тайып кетеді, бірақ тепе-теңдікті қайтадан ұстап, жалғастырады. Ол Ричтен көмек сұрайды, бірақ оны көрмегенде уайымдайды. Кенет оның бетіне қан тамшылары түседі. Жоғары қарағанда Ричтің біреу тастап жібергенін көреді. Не болғанын түсінуге үлгермей, біреу оны күшпен жоғары тарта бастайды. Хейли арқанды кесіп босап шығады, бірақ ұстай алмай, Ричтің мәйітінің жанына құлайды. Күйзеліп, жылай бастайды. Сол кезде таудан қорқынышты дауыстар естіледі. Қорқып көлігіне қашады, бірақ аяғы тікенді сымға шырмалып құлайды. Сол сәтте қаншер оны ұстап, сүйреп әкетеді. Аймақта бірнеше тонау оқиғалары болғаны хабарланады. Көліктер бірінен соң бірі ұрланған, кейбіреулер тіпті аймақта сиқыршылықты көргендерін айтады. Басқа көлікте Крис есімді жігіт жұмыс сұхбатына басқа қалаға бара жатыр. Жолда кептеліске тап болады. Уақыт өтіп, кептеліс қозғалмаған соң, ол кешігіп жатқанын түсінеді. Көліктен түсіп, алда тоқтап тұрған жүк көлігінің жүргізушісіне не болғанын сұрайды. Жүргізуші 5 миль алда химиялық зат таситын жүк көлігінің аударылғанын, бірнеше сағат күту керектігін айтады. Крис алаңдап көлігіне қайтады. Кептелісте тұрып, көлікті кері бұрып, компанияға кешігіп бара жатқанын хабарламақ болады, бірақ таулы аймақта байланыс жоқ. Телефон сигналын іздеп жүріп, жанармай бекетінің белгісін көріп, солай бет алады. Жолда бірнеше тасталған көлікті байқайды. Жанармай бекетіне жеткенде, ауру көрінетін иесімен кездеседі. Телефон өшіп қалған соң, Крис бекет иесінен қалаға балама жол сұрайды, бірақ ол елемейді. Крис жақын маңда ілінген картаны байқап, қалаға апаратын кедір-бұдыр жолды көреді. Иесі сол жолмен жүруді ұсынады. Крис сол жолмен жүріп, тығыз орман арқылы өтеді, және жол айрығына жетеді. Онда қысқа жолдың белгісін көріп, уақытты үнемдеу үшін солай жүреді. Бірақ өлі киікке тап болып, одан жалтару үшін алдындағы көлікке соғылады. Апат ауыр, бірақ Крис аман қалады. Басқа көліктегі адамдар оның жағдайын сұрап, аман ба деп тексереді. Крис кешірім сұрап, зақым үшін төлеуге ұсыныс жасайды. Олардан неге жол ортасында тоқтағанын сұрайды. Франсин жолға тікенді сым төселгенін, оның дөңгелегін тескенін айтады. Досының бірі алдыңғы жанармай бекетіне қоңырау шалу үшін қайту керектігін айтады, бірақ Крис қатаң тыйым салады. Барлығы бөлініп кетуді шешеді, бірақ Эван мен Франсин көліктерді күту үшін қалады. Жолда олар жыртылған өлі сусарды көреді. Одан әрі жүргенде, қашықтықта жанып жатқан көлік дөңгелектерін байқайды, бұл қауіптің белгісі. Дегенмен олар алға жүруді жалғастырады. Эван мен Франсин бұталардың қозғалғанын байқайды. Эван тексеруге барады, бірақ қайтпайды. Франсин алаңдай бастайды. Оны іздеп жүріп, Эванның аяқ киімін, содан кейін кесілген құлағын табады. Қорқып жылай бастағанда біреу оны ұстап өлтіреді. Қалған 4 адам жолдың соңына жетеді және көмек іздеуге шығады. Жүріп келе жатып үй табады және біреу бар деп үміттеніп жақындайды. Крис көптеген көліктердің тұрғанын көріп алаңдайды. Есікті қағып көмек сұрайды, бірақ үйде ешкім жоқ екенін түсінеді. Ішке кіріп қоңырау шалуға тырысады. Шаң басқан, ұзақ уақыт қолданылмаған дастарханды көреді. Үйде күннен қорғайтын көзілдіріктер мен көлік кілттерін табады. Тоңазытқышты ашқанда ішінде кесілген адам ағзаларын көріп таң қалады. Джесси олардың дөңгелегін жыртқан тікенді сымды байқайды. Төртеуі қашуға тырысады. Сол кезде Крис терезеден көліктің жақындап келе жатқанын көреді. Артқы есіктің құлыптаулы екенін біліп қорқады. Қаншер бөлмеге кіріп, Франсиннің мәйітін ішке лақтырады. Крис пен Джесси оны көріп қорқады. Үш қаншер Франсиннің денесін дастарханға қойып, өткір құралдармен кеседі. Джесси айғайламақ болғанда, Скотт оның аузын жабады. Қаншерлер тамақтанған соң ұйықтап қалады. Мүмкіндікті пайдаланып, топ жайлап қашуға тырысады. Бірақ бір қаншер оларды байқайды. Топ артқа қашады. Қаншерлер іздеуге кіріседі. Крис олардың көлігін ұрламақ болып, айғайлап, назар аудартады, бірақ бір қаншер оны атып жаралайды.
Скотт орманға қашады, жүк көлігін көріп, солай жүгіреді, бірақ оны жебе тесіп өтеді. Қалған үшеуі аман қашады. Алыста олар батпаққа батып қалған жүк көлігін тастап, орман арқылы жолға шығады. Күн батқанда қанішерлер оларды аулауға шығады. Үшеуі демалуға тоқтайды. Карли жоғары қарауды айтады, олар бақылау мұнарасын көреді. Қуанып, үшеуі өрмелей бастайды, бірақ ешкім жоқ екенін көріп көңілдері түседі. Джесси алғашқы көмек жинағын тауып, Кристің жарасын емдейді. Карли ескі радионы тауып көмекке шақырады, бірақ жауап жоқ. Крис төменнен шу естиді. Қараса, қанішерлер мұнараға өрмеліп келе жатыр. Крис заттарын есікке үйіп кіруге кедергі жасайды. Біраздан соң қанішерлер кетеді. Карли радиодан орналасқан жерін хабарлай бастайды, бірақ қанішерлер радио сымдарын кесіп, мұнараны өртейді. Жалын қоршағанда Карли жақын маңдағы қорапты алып, терезені сындырып қашады. Крис мұнара астындағы ағашты көріп, үшеуі солай секіреді. Қанішерлер оларды байқап, ағашқа өрмелейді. Карлиге бір қанішер жақындап, оны қатыгездікпен екіге бөлді. Крис тепе-теңдікті ұстап, полиция фургонның келе жатқанын естиді. Оны тоқтатуға жүгіреді, бірақ офицер шыққанда жебе оның көзіне тиеді. Бір қанішер Кристі өлтірмек болады, бірақ Крис көліктің астына жасырынады. Қанішер іздегенде ешкімді таппай таңғалады. Қанішерлер Джессиді үйде қамап ұстайды. Бір көзді қанішер Джессиді өлтірмек болғанда сырттан көлік дауысын естиді. Есікке барғанда Крис көлікте отырған қанішерді соғып өлтіреді. Соңғы қанішерді жебемен өлтіріп, Джессиді босатады. Бірақ басқа қанішер Криске шабуыл жасайды. Джесси жебені алып, шабуылдаушыны өлтіреді, бірақ Крис құлап өлуі мүмкін. Екеуі кетуге дайындалады. Крис полиция көлігінің жанармай қорабына назар аударады. Үй үлкен жарылыспен жойылады. Олар жүк көлігімен жанармай бекетіне жетеді. Бекет иесі көлікті көріп, есікті құлыптайды. Крис көліктен карта алып кетіп қалады. Осымен оқиға аяқталады.